Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет қаттаманың рецептімен бөлісемін. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар және менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға тұз қосамыз, ашытқымызды қосамыз. Одан кейін қасықпен жақсылап араластырып жібереміз. Енді осы суымызды үлкен ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен ұнымызды електен өткіземіз. Жартысын бір қосып алып, қасықпен дәл осылай араластырып жібереміз де, ұнымыздың тағы қалған жартысын електен өткізіп қосамыз. Енді осыны қолымызбен жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Неке қамырымыз дайын болды, сәл жұмсақ болғаны дұрыс, қатты болып қалмау керек. Енді осыны бетін жауып бір 10 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін майымызды дайындаймыз. Майменде шедевр майы, осыдан 100 грамм май жеткілікті. Сол майымызды ертіп аламыз. Енді қамырымызды дайын болып қалды. Дәл осы қамырымызды екі бөлікке бөліп, қазір әрқайсысын жеке-жеке жаятын боламыз. Біріншісін қазір жайып аламыз. Дәл осы қамырдың рецептімен менде 5 қаттама шықты. Егер көбірек жасаймын десеңіздер, мен берген рецепті сәл көбейтіп жасасаңыздар болады. Біріншісін осылай жайып аламыз да, матаға мінекей бөлек жерге қойып қоямыз матаның үстіне. Енді екінші қамырымызды да дәл солай жайып аламыз. Самсаныкіндей қамырды жұқа етіп жаю міндетті емес, сәл қалыңырақ бола берсе болады. Мінекей қамырымыздың барлығын жайып болдық. Енді қамырымыздың бетіне ерітілген сары майды құйып, осылай щеткамызбен жақсылап жайып майлап шығамыз. Енді осының үстіне екінші жайған қамырымызды төсейміз. Бұның да үстіне майымызды, сары майымызды жағып шығамыз. Қамырымыздың үстіне майды жақ болғаннан кейін шетінен осылай орап шығамыз. Ұлу тәріздес орап, қазір осыны морозилікке сап қоямыз. Холодильникке сап қойсаңыздар да болады. Мен қазір жасайтын болғандықтан морозилікке жарты сағатқа салып қоямын. Енді қамырымызды дайын болып қалды. Осыны 5 бөлікке бөліп аламыз. Қолымызбен дөңгелек етіп, осылай әрқайсысын жайып шығамыз. Жұқа етіп жайыңыздар, сонда қаттамаларыңыз әдемі болып піседі. Барлығын жайып дайындап қойыңыздар. Неке қамырларымыз дайын болып қалды. Енді осыны қазір пісіреміз. Осындай табамызға отымызды қатты қойып, үстіне бір ас қасық майымызды құямыз да, қаттамамызды салып, 2-3 минут осылай бір рет айналдырып жібереміз де, екінші бетіне аударамыз. 2-3 минут қана айналдырсаңыздар болды. Енді осыны екінші бетіне аударып, кішкене ожаумен сұйық майды құямыз, толтырмай. Осыны шанышқының көмегімен айналдырып отырып пісіреміз. Екінші бетіне аударамыз. Бұл кезде май құюдың қажеті жоқ. Алдыңғы құйған майымыз жеткілікті. Неке бірінші қаттамамыз дайын болды. Енді екінші қаттаманы қорған кезде алдыңғы қаттамаға бір ас қасық май құйдық. Бұған олай май құюдың қажеті жоқ. Май жеткілікті. 2-3 минут тағы да осылай айналдырып, екінші бетіне аударамыз. Енді осы кезде майды құямыз. Неке тағы да осылай айналдырып қуырып аламыз. Екінші бетіне аударып қойдық. Неке дайын болып қалды. Қаттамаларымыз өте дәмді, арасы қатпарлы болып тұрады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Bir жасағаннан ақ әдемі болып шығатын қаттаманың рецептісі міндетті түрде жасаңыздар. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.